Баршаға сәлем, қалдарыңыз қалай? Таңертең 6:30-да күйеуім жұмысқа жібергеннен кейін ұйықтап қалыппын, тал-түс болып кеткен ғой. Терезені ашсам, әдемі салқын жел болып тұр екен. Содан төсектерімді жинап алдым, балаларды да ұйқысынан оятып, завтракке балалардың сұрауымен колбаса мен жұмыртқа қуырып бердім. Содан пасталарды жуып, апыр-топыр балаларға киіне беріңдер деп қоям. Үлкен үйге барамыз. Енем Өзбекстаннан келген ғой. Соған хабар алып, сәлем беріп дегендей тез-тез посудаларымды жуып, реттеп, газымның да үстін жуып қоям ғой. Асығып бара жатсам да. Содан такси шақырып үйге келдік, үлкен үйге. Енем ет шығарып кеткен ғой, жұмысқа кеткен. Содан етін асып жібердім. Және де біржуалық қамырға ұн дайындап қойдым. Және базарлығы енемнің көрсетіп кетейін сіздерге: көк шай, науат, және де жаңғақ, шорданик, күріш. Маған ұнайтыны шорданикпен осындай жаңғақ ұнайды қатты. Сіздерге ал несі ұнайды Өзбекстанның? Және үйдегілер келді. Етіміз дайын, қамырымызды салып дайындадық. Аяқ асты енемнің кластасы келіп қалды, бешбармақтың үстіне. Сөйтіп барлығымыз отырып тамақ шайымызды жеп алдық. Тамақ деген ғой. Сосын посудаларды жуып алдым. Сосын асықпай отырып шай тақтадым. Өзбекстаннан келген базарлықтармен шай ішіп алдық. Сосын айтпақшы, келесі видеода күйеуім маған күшті сыйлық сыйлаған, соны көрсететін боламын.